Бүгін Қазақстан Республикасы Батыс Қазақстан облысы мемлекеттік қызмет істері агенттігі жанындағы әдеп кеңесінің кезекті отырысы өтті. Күн тәртібінде жанар-жағармайды шекті құннан артық бағаға саудалаған мемлекеттік мекемелерге қатысты тәртіптік істер қаралып, шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі кезекті мәселе жанар-жағармайды шекті мөлшерден қымбат бағаға сатып алған мемлекеттік мекемелерге қатысты. Тәртіптік істер Әділдік жолы республикалық қоғамдық бірлестігінің Орал қаласындағы филиалының басшысы Бауыржан Ахметжанның өтініші негізінде қаралды. Казталов ауданы әкім аппараты басшысы Темірғали, сондай-ақ Бөрлі ауданының Бөрлі ауылдық әкімі Зариф және Қанай ауылдық округінің әкімі Бахиевке қатысты қызмет тексеру жүргізген болатын. Өз өтінішінде Ахметжан АИ-92 маркалы бензинінің 1 литр үшін 182 теңге, АИ-95 маркалы бензинінің 1 литр үшін 215 теңге шекті бағасы белгіленгеніне қарамастан, аталған тұлғалар мен бензин тауарлары көтеріңкі бағамен алынған, сәйкесінше аталған тұлғалар мемлекеттік сатып алу заңның талаптарын бұзған деп көрсеткен. Қоғамдық бірлестік өкілі бұл ақпарат республикалық және жергілікті бақтарда жарияланып, қоғамдық резонанс туғызған соң ғана аталмыш әкімдіктер бензин мен дизель отынын мемлекеттік сатып алуға қосымша шарт жасасқанын атап көрсеткен. Алайда мемлекеттік қызметшілердің бұл мәселеге қатысты айтар өз уәждері бар болып шықты. Сондықтан мен де осы сіздердің ұсыныстарыңызбен келісем. Алайда қоғамдық бірлестік өкілі тәртіптік кеңестің аталған мемлекеттік мекемелердің заң аясында әрекет жасады деген шешіммен келіспейтінін айтады. Олар мына шартқа қол қойған, негізсіз шарттарға қол қойған лауазымды тұлғалардың іс-әрекетінде тәртіптік теріс қылық жоқ деп айтып тұр. Бірақ біз бұнымен хатымызда көрсеткен болатынбыз, яғни 21 қаңтарда негізсіз шарт жасалса, біз 24 күні өзіміздің хатымызды аудиторға жолдап, және оларды бүкіл ақпарат құралдарында заңсыз қымбат бағаға бензинді сатып алған айтқаннан кейін ғана барып, олар 27 күні қосымша шарт жасап, оны түсіріп отыр. Яғни өз бастамасымен емес, тек Әділдік жолы бірлестігінің хаты негізінде. Кеңес мүшелері мұндай жағдай қайталанбас үшін мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік сатып алу туралы білімін жетілдіру курстарын ұйымдастыру туралы ұсыныс енгізді. Динар Жұмабекқызы, Рүстем Ишанов, Аида Сағидолла, Ақжайық телеарнасы.